Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 4-ші сыныптың математикасы 162-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазбалар. Бірінші тапсырма: қандай геометриялық фигуралар болашақтағы көліктерге ұқсайды? Осы көліктердің үлгісін дайындау үшін қандай фигураның жазбасы қажет болады? Бұл суреттерде бізге цилиндр берілген және конус және пирамиданың үлгісі берілген. Енді бұл көліктерді жасау үшін цилиндрдің және пирамиданың жазбалары қажет болады екен. Екінші тапсырма: кеңістік фигуралардың жазбасына қара, қағаздан олардың жазбаларын қиып ал және желімде деген. Яғни бірінші сіздер мынау жазбаларға қарап алсаңыздар болады. Біріншісі бізде тік төртбұрыш, екіншісі цилиндр, үшіншісі бұл бізде кубик және төртіншісі пирамида және оның жазбасы көрсетіліп тұр. Осы жазба бойынша қағаздан қырқып өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Үшінші тапсырма: фигуралардың ауданын есепте. А және Ә нұсқалары берілген. Бірінші А нұсқа бойынша біз ауданын есептейміз. Ол үшін бізге ені берілген 4 см және ұзындығы 10 см болып берілген. С1 деп алып, А1-ді В1-ге көбейтеміз. Сонда 10-ды 4-ге көбейтсек 40 см квадрат болады. Енді екінші мынау тұрған кішкентай шаршының біз ауданын есептейміз. Оны С2 деп алдық. А2-ге В2-ні көбейтеміз. Яғни 2-ні 2 см-ге көбейтетін болсақ 4 см квадрат шығады. Енді осы шаршыны қырқып алған, сол себепті осы барлық тіктөртбұрыштың барлық ауданынан біз осы шаршының көлемін алып тастаймыз. Яғни S тең деп алып 40-тан 4 алсақ 36 см квадрат. Жауабы бірінші тіктөртбұрыштың ауданы 36 см квадратқа тең болады. Ә нұсқасы бойынша бұл жерде бірінші S1 деп алып А1-ді В1-ге көбейтеміз. Сонда 6-ны 6-ға көбейтсек 36 см квадрат шығады. Енді S2 деп алып А2 мен В2-ні көбейтеміз. Яғни 6 см мен 2 см-ді көбейтсек 12 см квадрат шығады. S3 деп алып А3 пен В3-ті көбейтеміз. 2-ге 8-ді көбейтетін болсақ 16 см квадрат. Енді барлық осы тауып алған аудандарды біз қоссамыз. 36-ға 12 см-ді және оған 16 см-ді қосатын болсақ 64 см квадрат шығады. Яғни жауабы бұл фигураның ауданы 64 см квадратқа тең. Келесі 4-ші тапсырма: сызбасын салып есепті шығар. Екі әуе трамвайы бір уақытта арақашықтығы 10 000 км болатын екі пункттен бір-біріне қарама-қарсы жүрді. Олар 4 сағаттан кейін кездесті. Олардың бірінің жылдамдығы 1300 км/сағатына, екінші әуе трамвайының жылдамдығы қандай? Бұл жерде шешуі деп алып, ең алдымен В-ны бірінші жақ деп алдық және ол үшін 10 000-ды 4-ке бөлдік. Сонда 2500. В2 деп алып 2500-ден 1300-ді азайтамыз. Сонда 1200-ге тең болады. Жауабы екінші әуе трамвайының жылдамдығы 1200 км/сағатқа тең болады. Бесінші тапсырма есепте. Бұл жерде 168.017-ні 37-ге бөліп, оның көбейтіндісінен 300.202-ні азайтамыз. Сонда есептің мәні 195.759-ға тең болады. 186.002 мен 185.948-дің азайтындысын 8.412 мен 18-дің көбейтіндісіне бөлеміз. Сонда есептің мәні 2804-ге тең болады. 16.095 пен 15-дің бөліндісіне 1509 пен 49-дің көбейтіндісін қосамыз. Сонда есептің мәні 75.014-ге тең болады. 60.012 мен 59.953-дің азайтындысынан 143.115 пен 47-ның бөліндісін көбейтеміз. Сонда есептің мәні 179.655-ге тең болады. 6-шы тапсырма. Тапсырманы орында. Егер текшенің қабырғалары 5 см-ге тең болса, онда көлемі қанша болады? Қалай пайымдайсың? Бұл жерде көлемі деп алып А3 дедік. Яғни А3 деп 5-ті
өзіне өзін 3 рет көбейтеміз. Сонда 125 сантиметр кубқа тең болады. Бұл бір текшенің көлемі деген сөз. Енді көлемі деп алып, тағы да 21-ді 125-ке көбейтетін болсақ, 2625 сантиметр куб болады. Бұл барлық текшенің көлемі. Яғни жауабы фигураның көлемі 16525 сантиметр кубқа тең болады. 7-ші тапсырма: теңдеулерді жаз және оларды шеш. А нұсқасы 17214 пен белгісіз санның айырмасы 360 пен 21 сандарының көбейтіндісіне тең. Олай болса, А нұсқасы бойынша теңдеу құрастырып алдық. 17214 азайту белгісіз сан және 360 көбейту 21. Бұл жерде 17214 азайту белгісіз сан деп жазып алып, 360-ты 21-ге көбейтсек, 7560-ға тең болады. Енді белгісіз санды табу үшін 17214-тен 7560-ты азайтып тастаймыз. Сонда белгісіз санымыз 9654-ке тең болады. Белгісіз санның орнына санды қойып жазамыз. 17214-тен 9654-ті азайтатын болсақ, 7560 болады, және 360-ты 21-ге көбейтетін болсақ та 7560-ға тең болады. Ә нұсқасы белгісіз сан мен 40-тың бөліндісі 541 мен 24 сандарының көбейтіндісіне тең. Ә нұсқасы бойынша теңдеу құрастырып алдық. Белгісіз сан бөлу 40 және 541 көбейту 24. Белгісіз сан бөлу 41 деп алып, 541 24-ке көбейтсек, 12984-ке тең болады. Белгісіз санды табу үшін 12984-ті 40-қа бөлеміз. Сонда белгісіз санымыз 519360-қа тең болады. Енді орнына қоямыз. 519360-ты 40-қа бөлетін болсақ, 12984-ке тең болады. 541-ді 24-ке көбейтетін болсақ та 12984-ке тең. Б нұсқасы: 524 пен белгісіз санның қосындысы 174087 мен 87 сандарының бөліндісіне тең. Бұл нұсқасы бойынша теңдеу құрастырамыз. 524-ке қосамыз белгісіз санды және 174087-ні 87-ге бөлеміз. 174087-ні 87-ге бөлетін болсақ, 2001. Енді x-ті табу үшін 2001-ден 524-ті азайтамыз. Сонда белгісіз санымыз 1477-ге тең болады. Орнына қойып тексереміз. 524-ке 1477-ні қосатын болсақ, 2001. 174087-ні 87-ге бөлетін болсақ та 2001-ге тең болады. Келесі бізде 8-ші тапсырма: фигураның ауданын тап. Ауданы дәл осындай шаршы сыз деген екен. Олай болса, біз бұл жерде ауданы деп алып, 5 мм-ді 5 мм-ге көбейтеміз. Сонда 25 мм квадратқа тең болады. Енді әрқайсысын жеке-жеке көбейту үшін 25-ті 4-ке көбейтеміз, оны 2-ге көбейтеміз және оған 25-ті қосып 8-ді көбейтеміз және оған 2-ні көбейтетін боламыз. Және оған тағы да 25-ті көбейтіп, 5 пен 2-нің көбейтіндісін көбейтеміз. Сонда тең болу керек. 25-ті 8-ге көбейтеміз, 25-ті 16-ға көбейтеміз және 25-ті 12-ге көбейтетін боламыз. Сонда 8-ге 16-ны қосамыз және оған 12-ні қосып алып, оны 25-ге көбейтеміз. Сонда жақшаның ішінде бізде 36 шығады. 25-ті 36-ға көбейтетін болсақ, 900 мм квадрат болады. Яғни 900 мм-ді сантиметрге айналдыратын болсақ, 9 сантиметр квадратқа тең болады. Бізге ауданы дәл осындай шаршы сыз деп берілген, яғни шаршы сызатын болсақ, оның барлық қабырғалары 3 сантиметрге тең шаршыны сызатын боламыз. 9-ші тапсырма: конус тәрізді бас киім әзірле деген екен. Яғни бұл жерде біз домалақ шеңберді алдық және одан үшбұрышты қырқып алып тастап, сол үшбұрышты алып тастаған жерін желіммен желімдейміз. Сонда бізде конусқа ұқсас бас киім шығады. Өздеріңіз осы бас киімді жасап көрсеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.